Сәлем, менің есімім Дәулет. Ал мен Карина. Осы 40 жылғы көлікпен біз ертең Ақтөбедегі Хромтаудан Түркияға саяхатқа шығамыз. Жоспарда 20 күнде Ресей мен Грузия арқылы өтіп, Түркияның керемет жерлерін осы көлікпен бағындыру. Ешқандай қонақ үйсіз, тамақты өзіміз дайындаймыз, тіпті гигиена жағында ойластырып қойдық. Сонымен, екі қазақ 40 жастағы автоүй шамамен 10.000 километр және жалынды ынта. Егер біздің Түркияға саяхатымыз қызық болса, парақшаға тіркеліп кетіңіз. Түркия, біз келе жатырмыз. Күт бізді. Жалпы саяхатқа дайындық әлі жүріп жатыр. Көлікті ақырындап өзім істей алатын нәрселерді жасап жатырмын. Мінекей осындай Вайбрыстан жарық заказ бердім. Мықты диод, 72 диод бар ау деймін. Мінекей ішін жап жарық қылдырып жерді. Ішінде енді бардак. Бірақ мынау свет күшті болайын деп тұр. Енді бер жаққа қалай бекітетінін білмеймін. Өйткені міне төбені өзіңіз көрдіңіз, осындай жыртық. Өзінің скотчы бар, екі жақты. Бірақ оған клейлегім келмейді. Мінекей тесіктері бар екен, осыған тігіп қоят шығарым мен. Бұлай етіп. Өкінішке орай сол бойы мынау төсекті дұрыстап жасаған жоқпын. Сол алғашқы уақытша вариантымен жүрмін. Өзі бұл қарапайым диван механизмін да сатып алдым, бірақ ол кезде мынау биік болушы еді. Әлі ойлау керек. Бүгін 5 қараша Ақтөбеге келдім. Жексенбі күні соңғы демалыс. Бүгін енді барынша бәрін істеу керек. Ертең уже уақыт болмайды. Жұмыс басталады, келесі сенбі күні жолға шығу керек. Қазір көлікті дымогенератормен тексеріп алдым. Бұлай подсос бір-ақ жерден бар екен, герметиктен. Оны істей алам. Және ГРМ ауыстыруға келдім. Кейін жаңағы ступицаларды қарауға таныс жігітке барам. Мінекей кішігірім душты орнаттым. Енді білмеймін қалай болатынын. Екі жерден үстінен бекітіп қойдым да, бір жерден астына. Қозғалмайтын сияқты. Так, жалпы мінекей көлікті артуды 80%-ға аяқтадық. Бұлай көп емес зат, қатты көп емес. Өзімізбен бірге 30 литр жаман су, 20 литр таза су, мүмкін 28-25 таза су алады шығармыз. Антифриз, 5 литр солярка, май, продукты алдық. Қазір түнгі 9-дан асты, 10-ға жақындаған шығар. Дала жаңбыр. Жоспар бойынша таңғы 4-терде тұрып, ақырындап таңғы асты ішіп, ақырғы киімдерді көлікке артып, жолға шығу. 1:06-ларда жолға шығып кету жоспарда бар. Жол Орал арқылы жүреді. Оралдан Саратовқа шығамыз. Дайындық жүріп жатыр. Кейбір киімдерді жинап жатырмыз. Екі рюкзак, бір осындай кішкентай чемодан алып шығармыз. Қалай жағдайың? Жағдай жаман емес. Переживание бәрін алдық па? Уайым. Ештеңе ұмытып кетпейік деп. Сағат таңғы 5. Біз 4-те ояндық. 4-тен 15-ге келді. Қазір таңғы асты ішіп жолға дайындаламыз. Сағат 6. Біз енді ғана шығайын деп жатырмыз. Негізі жоспар бойынша 6-да уже жолда болу керек едік.
Енді бәріміз білеміз ғой, жоспардағыдай ештеңе де болмайды. Түк ұмытқан жоқ сияқтымыз, көреміз. Я, достар, бүгін 11 қараша және де біз Хромтаудан Түркияға өзіміздің алғашқы қадамымызды жасайық деп жатырмыз. Мінекей, қазіргі кезде Қазақ Ойл жанармай құю станциясына келіп отырмыз. Айта кететін жағдай, Қазақ Ойл бізді осы саяхатымызда қолдап жатыр және де Қазақстан территориясында тегін жанармаймен қамтамасыз етуде. Ал бұл 1,5 мың километр шамасындағы қашықтық. Сол ішінде Қазақ Ойлға өзіміздің отандық өндірушіге үлкен алғысымызды айтқымыз келеді. Және бүгін мінекей біз Түркияға сапарымызды бастаймыз. Сәт сапар, алда әлі талай қызық болады. Парақшаға жазылып қойыңыз. Және де бізге сәттілік тілеңіз. Не күтеміз десеңіз, Түркияға дейін жеткенше бір 4-5 күн өтеді ғой. Бірақ біз жақсы жол, керемет эмоция, есте қаларлық сәттер және бір ұмытылмас саяхатты күтеміз ғой. Енді бұл бастамасы. Әлі андай толық сезімді айта алмайын, сөзбен жеткізе алмайын. Өйткені ондай қатты предвкушение да жоқ қазір кезде. Өйткені дайындықтың ұзақ болып кетті да. Бүгін бір шекараға дейін жетеміз деп ойлаймын. Мінекей біз Оралға деп өзіміздің дөңгелектерімізді алып кеттік. Қазір мынау тұрған дистерге оны салып, сразу кигізіп тастап шығармыз. Өйткені әлі көктайғақ жоқ, осымен жүруге болады. Біз границаға кеп қалдық кеденге. Бізді алға қарай өткізіп жерді, өйткені анда басқалары Өзбектің, Ресейдің машиналары тұр. Қазір көреміз не болатын. Міне осындай зат толтырдық. 2 адам, машина маркасы, гос номер. Қазақстанның шекарасын өттік, өте тез. Кейбір келіншілер даже көлігімізді таныды. Енді Ресейдің шекарасына бара жатырмыз. Нейтральный территория арқылы. Оны да тез өтеміз деп ойлаймын. В общем, бұл 3-ші попытка уже. Білмеймін, дыбыс жазбайды что-то. Петличка. Не дедім біз? В общем, Саратовқа баратын жолдамыз. Шаршап, ұйықтайын деп жатырмыз. Сағат түнгі 12. В общем, күнде бір видео салуға тырысамыз. Мүмкіндігімізше. Бұл саяхат туралы қазақша блог. Біз Түркияға бара жатырмыз. Бұл видеоны таратуға көмектесіңіз. Лайк қойыңыз. Комментарий жазыңыз. Біз ұйықтаймыз.